Баршаңызға сәлем, құрметті арнамның көрермендері. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін мен сіздерге цветная капустадан өте ерекше, дастарханның көркін ашатын және де өте тойымды, тез дайындалатын, қонақтарыңызды таң қалдыратын және де тұнып тұрған клетчаткалы салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны мұқият соңына дейін қарап, егер де каналға тіркелмеген, жаңадан келген оқырманым болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Себебі келесі видео рецепте мен сіздерге духовкада асқабақтың ішіне қуырдақ жасаудың рецептісімен бөлісетін боламын. Білесіздер, асқабақ адам ағзасына өте пайдалы, ал пеште піскен асқабақ тіптен пайдалы. Сондықтан видеоны жіберіп алмай, қоңыраушаның белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен сиырдың етін жұқалап, жіңішкелеп, соломка тәрізді турап маринадтаймыз. Етіміз жақсы туралу үшін алдын ала морозилкаға сәл қатырып алсаңыздар, еттеріңіз жақсы туралады. Дәл осылай соломка тәрізді турап аламыз. Енді етімізді ыдысымызға салып, маринадымызды бастаймыз. Ол үшін 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық картоп крахмалы және де 1 шай қасық соя тұздығын қосып, оның үстіне сарымсақты престен өткізіп қосамыз. Картоп крахмалдың орнына кукуруз крахмалын қоссаңыздар да болады. Барлығын қолымызбен мыжғылап араластырып алып, 20-30 минутқа маринадтаймыз. Енді алдын ала жуып тазартылған гүлді капустамызды дәл осындай түбірінен ажыратып аламыз. Дәл осы кезде суды қайнатып қоюды ұмытпаңыздар. Үлкен бөліктері болса, ортасынан 2 немесе 3 бөлікке бөлсеңіздер болады. Міне барлық капусталарымызды турап алдық. Енді алдын ала қайнап тұрған суымызға 1 шай қасық тұзымызды және де цветная капустамызды салып, 3 минутқа қайнатып аламыз. Одан көп ұстамаймыз, себебі капустамыз қытырламай жұмсақ болып кетеді. Қайнағаннан кейін осылай сүзіп суытамыз. Енді 2 дана сәбізімізді үккіштен ұзынша бөлігінен өткіземіз. Барлық ингредиенттердің мөлшерін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Енді сәбізімізге 1 шай қасық қант және де 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып, шырынын шығарамыз. Барлығын осылай араластырып қойып қоямыз. Осы уақыт аралығында етіміз де маринадталып дайын болады. Сол кезде қызып тұрған табамызға майымызды құйып, оның үстіне етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Етті маринадтағанда біз сарымсақ қосқандықтан еттің иісі өте керемет болып шығады және де жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде етіміз піскенге дейін осылай суы тарқағанға дейін жақсылап қуырып аламыз. Бұл шамамен 10-15 минут мөлшерін алады. Және де осылай үстіне болгар бұрышын салып қойсаңыздар, бұрыштарыңыз жұмсақ болып тұрады. Сіздер бұрышты араластырмайсыздар, жай ғана бетіне жауып қоясыздар. Ал менде қатырылған болғандықтан бір араластырып, қақпағын бетіне жауып, оттың астын сөндіріп қойдым. Енді қиярымызды ромбик тәрізді турап аламыз. 2-ге бөлеміз, әр бөлігін 2 бөлікке немесе 3 бөлікке дәл видеодағыдай турап аламыз. Барлығын осылай турап ыдысымызға салып дайындап қоямыз. Мінекей дәл осылай ұзынша ромбик тәрізді турап аласыздар. Енді черри қызанағымызды турап бастаймыз. Черри қызанағы болмаса, үлкен қызанақтарды 3 немесе 4 бөлікке бөліп пайдалансаңыздар болады. Мінекей біз барлық қызанақтарымызды 2 немесе 3 бөлікке бөліп турап алдық. Енді ыдысымызға салып дайындап қоямыз. Келесіде мен редиска пайдаланып жатырмын. Редисканы пайдалану міндетті емес. Менде үйде бар болғандықтан пайдалы салаттың құрамына турап дайындап жатырмын. Дәл видеодағыдай дөңгелектеп турап аласыздар. Енді салатымызды жинап бастаймыз. Ең алдымен ыдысымызға цветная капустамызды қосамыз. Үлкен болса ортасынан 1 немесе 2 бөлікке бөліп жібересіздер. Және де етімізбен болгар бұрышымызды осылай сорпасынан сүзіп қосамыз. Маринадталып, жұмсарып тұрған сәбізімізді де дәл осылай барлығын қосып аламыз. Сәбізіміздің шырынын қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Мен қосқан жоқпын. Және де қиярымызды қосамыз, черри қызанағымызды қосамыз. Енді үстіне редискамызды қосамыз. Енді специяларымызды қосамыз, қант қосамыз татымына қарай, және де қара бұрышымызды қосамыз. Ашты қызыл бұрыш қоссаңыздар да болады. Оның үстіне чеснок қосамыз және қызып тұрған майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Мен тұз қоспадым, себебі біз етті маринадтағанда тұз қостық және де сәбізімізге тұз қостық. Егер де тұзы аздау болса, дәл осы араластырып болғаннан кейін
тағы татымын көріп татымына қарай тұз қоссаңыздар болады. Мен тұз қоспадым. Енді ыдысымызға салып қонақтарға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді табиғи клетчаткалы салатты сіздер де дайындап көріңіздер. Және де бұл салаттың құрамына брокколиді қоссаңыздар да болады. Әдемі әсемдеу үшін мен осындай кунжутты пайдаланып жатырмын. Қосу міндетті емес. Ал достар, егер де сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма қолдау білдіріп тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда 100-ден аса рецепттер жинағы бар, және де әр рецепттерді осылай плейлистерге бөліп қойғамын. Сіздерге ыңғайлы болу үшін міндетті түрде каналға өтіп қарап көріңіздер. Сіз іздеп жүрген рецепттер менің каналымда болуы мүмкін. Мен сіздерді өз каналымда күтемін. Міндетті түрде кіріп қарап көріңіздер. Рецепттердің арасында өзімнің лайфхактарымен де бөлісіп отырамын. Каналды жіберіп алмас үшін қазірден тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Және де келесі шығатын видео рецепті жіберіп алмас үшін қоңыраушаның батырмасын все деген батырмаға басып қоюларыңызды сұраймын. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Өте әдемі, тойымды, мерекелік салатты сіздер де дастарханыңызға дайындап көріңіздер. Баршаңызға рахмет, ас болсын.